Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге гаймориттің белгілері мен оның емдеу жолдары туралы айтып беретін боламын. Видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Гаймориттің менингитке әкелетін қаупі бар болғандықтан, өз бетінше емделмей, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінген абзал. Мұрынды кез келген тәсілмен булауға болмайды. Өйткені біріншіден шырышты күйдіру қаупі бар. Екіншіден мұрын қуысында ірің жиналса ауруды асқындыруы мүмкін. Сол үшін де гайморитке шалдыққанда дәрігерге қаралып анықтау керек. Диагностика үшін тиісті анализдер алынып, мұрынның риноскопиясы жасалады. Кеңсіріктің қосалқы қуыстары рентгенге түсіріледі. Бұл ауруды антибиотиктермен және әртүрлі ерітінділермен мұрын қуыстарын жуу арқылы емдейді. Мұрынға арналған тамшылар мен физиоем тағайындалады. Гайморит әбден асқынып кеткен жағдайда ғана дәрігер инемен тесу, не ота жасау, мұрын қуысын тесіп жуу, емдеудің ең әуір, басқа ем нәтиже бермейтін жағдайда қолданылатын түрі. Егер дәрігер қабынудың себебін дұрыс анықтаса және дұрыс дәрмектерді ұсынса, бұл тәсілге жүгінудің қажеті жоқ. Гаймориттің пайда болу себептері: суық тию нәтижесінде мұрынның ұзақ уақыт бітелуі, вирустар, вирус жұқпасынан болған гайморит, қалыппа, ЖРВИ сияқты өтеді, аса емделуді қажет етпейді және көп жағдайда өздігінен жазылады. Бактериялар: мұрын қуысының бактериялы жұқпасынан болған гайморит әлде қайда қауіпті. Себебі кеңсірікке көп мөлшерде ірің жиналып, тыныс жолдарын алу бітейді. Соның салдарынан вирустар әлсіреген басқа дене мүшелеріне әсер етеді. Дер кезінде емделген тіс жегісі кариесі де гайморитке әкеліп соғады. Ауру қабынған қан тамырларының әсерінен де болуы мүмкін. Инфекциялар: қан арқылы ағзаға түскен инфекциядан гайморит пайда болуы мүмкін. Бұл көбінесе балаларда кездеседі. Аллергендер: аллергиядан болған гайморит аса ұзақ уақытқа созылып, науқастың дұрыс тыныс алуына кедергі келтіреді. Дәрігерлердің айтуынша, бұл дертпен адамдар көбінесе суық мезгілде ауырады. Яғни қыс және көктем, күзде гайморитпен сырқаттанудың қаупі жоғары. Әсіресе жеңіл киініп, денсаулығына немқұрайлы қарайтындар ауруға тез шалдығады. Сондықтан гаймориттің алғашқы симптомдары байқаған соң бірден отоларинголог маманға көріну керек. Гаймориттің белгілері: ұзақ уақытқа созылған мұрын ауруы және бітелуі, көздің жасаурауы, басты төмен еңкейткенде маңдай тұсының солқылдап ауруы, дене қызуының 38 градусқа дейін көтерілуі. Кейде созылмалы гайморит кезінде дене температурасы қалыпты болады. Әлсіздік пен тез шаршау, мұрын қуысының үнемі бітіп тұру салдарынан оттегі жетіспеушілігі себепті жағымсыз сезімдер пайда болады. Тәбет төмендеп, көңіл күй нашарлайды. Мұрынның сары жасыл түсті сұйықтың көп мөлшерде бөлінуі, бет сүйегінің ауыр сезінуі. Бұл әсіресе қабынған жақ тұсынан байқалады. Кейде осы негізгі белгілерге ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тіс пен құлақ ауруы қосылады. Дәрігерлердің айтуынша, гаймориттің тұқым қуалайтын ауру. Мұрын қуыстарының анатомиялық орналасуы ген арқылы беріледі. Демек, ата-ананың бірі бұл сырқатпен ауырса, балаға да берілуі мүмкін. Мұндай жандар гаймориттен сақтану жолдарын қатаң есте ұстау керек. Олар салқын тигізбеу, тұмау ауруының кез келген белгісі байқала салысымен емдеу және салауатты өмір салтын ұстанып, иммунитетті ұдайы нығайту. Гайморитпен ауырғанда ағзаға физикалық күш түсіруге болмайды және физиоемнен соң суыққа бірден шығу тыйым салынады. Гайморитті үй жағдайында емдеу жолдарын айта кетсек: лимонды шырынмен мұрын қуысын жуу. Бір тал лимонды бір стакан қайнаған суға қосып, шприцтің көмегімен кезек-кезек танау қуысына жіберу керек. Судың температурасы қан жылым болуы шарт. Картопты қабығымен қайнатып, суын төгіп тастап, басыңызды бүркеп, картоп буымен таныстаңыз. Барынша мұрынмен демалған жөн. Ескере кететін жайт, бу қатты ыстық болмауы тиіс. 10 шақты лавр жапырағын қайнатып, үстіне бір ас қасық ас содасын және осы мөлшерде ас тұзын қосып, жылы күйде мұрын қуысын жууға болады. Ескертетін жайт, мұрын қуысын жуған соң далаға шығуға болмайды.
1 шай қасық глицеринді 4 шай қасық сумен араластырып, үстіне 10 тал мумия таблеткасын ұнтақтап қоясыз. Жақсылап араластырып, күн сайын 3 мезгіл мұрын қуысына тамызу керек. Емдеу курсы 3 апта, 5 күн үзіліс жасап қайталау қажет. Табиғи таза балды зәйтүн майымен тең мөлшерде алып, жақсылап араластырып, шалқаңызда жатқан бойда әр танау қуысына 3-4 тамшыдан тамызу керек. Бұл емнен соң барынша 2 сағаттай далаға шықпаған абзал. Егер температура жоғары болмаса, таза ауамен дем алып, серуендеу де ем. Гаймориттің пайда болуына әсер еткен себептерді жою, дәрігерлер мұндай жағдайларда ауру тудырушылармен күресетін құралдарды тағайындайды. Ол қышымаға қарсы, бактерияға қарсы, аллергияға қарсы немесе антисептикалық дәрілер болуы мүмкін. Егер қойнаудағы инфекция жақын орналасқан қабыну ошағынан түссе, мысалы жегі түскен тіс болса, онда оны кешіктірмей емдеу керек. Жергілікті қабынуды жойып, қойнаудың дренажын жақсартуды ұсынады. Дәрігерлер сондай-ақ мұрын қуысын жууды және жапсырманы іріңді шығаруға қабілетті құралдарды қолдану арқылы жасауды ұсынады. Мысалы, гайморитті балмен емдеу. Теңіз немесе тұзды сумен жуу тиімді қолданылады. Егер осы рәсімдерді аурудың бастапқы кезеңінде дереу жасасаңыз, гаймориттен жылдам айығасыз. Шырышты қабықтың қалпына келуіне көмектесетін ингалипт, каметон, пинасоп, биопарокс секілді өсімдік сығындылары бар. Қабынуға қарсы, бактерияға қарсы әсері бар тамшылар қолдануды ұсынады. Мұрын қуысын шайқорай, ақмия, ара желімі, теңбіл гүл, түймедақ, емен қабығы, қырмыз гүл секілді өсімдіктердің қайнатпасын және тұнбасын жуу керек. Сонымен қатар фуразилин ерітіндісі және хлорофилипид, ротакон, декаматоксин секілді дайын дәрілік заттар қолданылады. Мұндай рәсімдерді күніне кем дегенде 4 рет жасау ұсынылады. Мұрын қуысын инемен тесіп, антисептикалық заттармен де жуыну ұсынады. Мұрынның айналасын құрғақ немесе инфрақызыл шаммен, сондай-ақ көгілдір шам, тұз қайнатпас және пісірілген жұмыртқамен жылытуға болады. Бірақ бұл процедураларды мұрын қуысында әлі ірің болғанда және дене температурасы көтерілгенде жасауға болмайды. Және де достар, тағы да ескерте кететін жайт, бұл ақпараттарды тек дәрігердің кеңесуі арқылы жасауға кеңес беріледі. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып кетіңіздер.